Баршаңызға сәлем қыздар, біз сіздермен бүгін классикалық чизкейк әзірлейтін боламыз. Дәмі өте керемет, түрі де өте әдемі болатын осындай чизкейкті жасауды бүгін біз үйренетін боламыз. Бізге ең қажетті деген заттарымыз ең алдымен біз тестосын жасап алуымыз керек. Тестоға бізге қажетті ұн қажет 500 грамм және сахарная пудра 200 грамм. Екеуін жақсылап араластырып аламыз алдыменен. Сонан соң барып разрыхителіміз саламыз. 15 грамм салсаңыздар болады. Және жұмыртқаның бір штук бүтін жұмыртқамен және бір штук сары уызын қосуға болады. Осылай екеуін жақсылап араластырып аламыз ұнменен. Қолдарыңызбен жасаған ыңғайлырақ болады негізінде. Сондықтан міндетті түрде қолымен жасай беріңіздер. Ешқандай миксер, блендер пайдалануға болмайды. Бізге және сары май қажет. Сары майларыңыз 72% болуы керек. Холодильникте тұрған болса да болады, не болмаса бөлме температурасында тұрса да болады. Осылай сары майымызды алып, ұнымызбен крошка жасауымыз қажет. Мына жерде мен ыдысқа жасап тұрмын, бірақ ыңғайсыздау болғандықтан өзім жерге тақтайым үстіне қойып, қолменен крошка жасаймын деп шештім. Негізі осылай маған ыңғайлы, сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Мінеке, қамырымызды осылай илеп жатырмын. Осы қамырымызды біз тестамыз дайын болған соң бірден чизкейкіміздің формасын дайындай беруімізге де болады. Не болмаса тоңазытқышқа 1-2 сағат салып қоюға да болады. Ол өз еріктеріңізде. Егер де асығыс болсаңыздар, бірден жасай беріңіздер. Ешқандай разница қатты біліне бермейді. Сондықтан бұл осылай дайындаймыз. Мінеке, қамырларын барлығын басын біріктіріп алдым. Негізінде сары майларыңыз тоңазытқыштан шықса, осындай әдемі болып, қамырларыңыз жұмсақ болып қалмай, әдемі өз формасын ұстайтындай болады. Мінеке, менің қамырым осындай әдемі болды, өз формасына келді. Енді бізге табамыз қажет. Менде 24 размерлік таба. Сол табаларыңызды дайындап қойыңыздар. Енді бізге начинкасын дайындауымыз қажет. Бізге алдымен творог қажет. Творогқа осылай сметанамызды алдымен салып аламыз, екеуін жақсылап. Одан соң барып жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамыз бізде 3 штук жұмыртқа және шекерімізді саламыз. Осылай барлығын салып алған соң, блендердің көмегіменен осылай начинкамызды араластырып аламыз. Міндетті түрде блендер болсын, миксермен, болмаса қолмен жасаған онша әдемірек болмайды. Сондықтан осылай блендермен бір-бір араластырыңыздар. Тым қатты көп араластыруға да болмайды, себебі творогымыз біздің көпіріп кетуі мүмкін. Кішкене ішінде бізде түйіршіктеріміз кішкене майдаланып кетсе болғаны, сол кезде тоқтата қойыңыз. Енді қамырымызды дайындап аламыз. Мен сіздерге көрсеткен тестадан сіздерде 2 чизкейк шығады. Егер де 23-24 размермен жасайтын болсаңыздар. Сондықтан жартысын алып тастадым. Екінші чизкейкке пайдаланатын боламын. Ал енді осы бір чизкейктің қамырын осылай тағы да 2 бөлікке бөліп аламыз. Қолымызбен кішкене тағы да домалақтап бір-бір формаға келтіріп қоямыз. Бізге осы жасайын деп жатқан формамыздың табамыздың, яғни астындағысы қажет болады. Астыңғы бөлігі қамырымызды осылай оқтаудың көмегіменен бір-бір домалақтау етіп жайып алыңыздар. Формаға қалай ыңғайлы келеді, солай жайсаңыздар болды. Міндетті түрде домалақ қылып жасаудың да қажет жоқ. Себебі қамырымыз біздің үгілмелі қамыр болғандықтан осылай шашыраңқырап тұратын болады. Сондықтан осылай кішкене домалақ өзіңіздің формаңызға сәйкес келсе болғаны. Енді формамыз бізге осы 24 размерге осы қамырымыз уже келіп қалады. Енді табамыздың астын алып, осының бетіне қойып өлшеп көреміз. Өлшеп осымен тура етіп біз кесіп алуымыз қажет. Жетпей тұрған жерлерін осылай жеткізіп жіберіңіздер. Сосын сыртын осылай бірдей етіп пышақпенен ойып алыңыздар. Дәл өздеріңіздің пісірейін деп тұрған табаларыңызға лайықты болсын. Мен осы табаменен пісіремін, сондықтан осыған размерін туралап алдым. Енді ішіне саламыз қамырымызды.
қалған бөліктерді де қосып қойып қойыңыздар бұрынғы қамырыңызға, себебі қазір біз бұларды жанына пайдаланатын боламыз, боковойларына. Осылай табамызды майламау өздеріңіздің табаларыңызға байланысты. Мен бұл табаны майламаймын, бұл жабыспайды, себебі біздің қамырымыздың өзі де майлы, сондықтан жабыспайды, уайымдамасаңыздар болады. Енді жаныңғы бөліктеріне, боковойларына осылай тағы да бір жайып жіберіп, осылай кесіп туралап, тағы да шеттеріне осылай жабыстырып шығамыз. Қамырымыз бір тегіс болуы қажет міндетті түрде. Осылай бізге бір чизкейгімізге жетті жаңағы жарты қамырымыз, көрдіңіздер ғой. Енді үстіңгі бетін кішкене түп түзу осындай банкаменен бір ұрып тегістеп шығыңыздар. Ол әдемілік үшін, сіздің чизкейгіңіз әдемі көріну үшін. Енді үстіңгі қатарын бір осылай кесіп тастаңыздар, бірдей қылып. Беті біреуі ұзын біреуі қысқа болмас үшін солай дұрыс болады. Енді начинкамызды салып 170 градуста 30-40 минутқа пісіруге жібереміз. Градустарыңызды міндетті түрде абайлап қойыңыздар. Мінекей осындай